Üçüncü 90 туынды бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары БЖБ номер 1. Тапсырма номер 1. Мұнда белгіні төмендегі суретте ертең f(x) функциясының графигі бейнеленген. Осы графикті пайдалана отырып, берілген функцияның графигін қолданып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз. А жағдайында f4 мәнін анықтаңыз. Лимит x 4-ке ұмтылғандағы f(x) мәнін анықтаңыз. Және С жағдайында функцияның x тең 4 нүктесіндегі үзіліс сызығын негіздеңіз. Бізде функция негізі беріліп тұрған жоқ, бірақ біз функцияның графигін қолдана отырып, осы үш жағдайды қарастырып өтеміз. Графикқа қарап отырып, біз анықтаймыз А жағдайында f4 мәні. Графикте x тең 4 нүктесінде бізде боялған толық нүкте функцияның нақты мәні болып табылады да, бізде 4-те ашық дөңгелек ол нүкте функцияға кірмейді. X тең 4 кезінде боялған нүкте шамамен боялған нүктені қарайтын болсақ, жоғарыдағы мұнда 5 y тең 5 деңгейінде тұр. Олай болса, біз жауабында екі нүкте 4-ке сәйкес келіп тұр. Біреу ашық нүкте, біреу жабық нүкте. Соның жабық нүктесін, боялған нүктесін қарастырамыз. Ол бізде y тең 5-ке тең. Олай болса, жауабында f4-те тең 5-ке деп жазамыз. Екінші жағдайда f бұл жағдайында лимит x ұмтылады 4-ке. fx анықтаңыз деп тұр. Бұл жақта біз графикқа қарайтын болсақ, сол жақтан қисық сызықпен келеді. Оң жақта да сол қисық сызық жалғасады. Екеуінде де x тең 4 маңда ашық нүктеге келеді. X тең 4 мәнінде ашық нүктеге келеді. Ол нүктенің шамасы, ашық нүктенің шамасы y тең 3-ке. Олай болса, лимит x 4-ке ұмтылған кезде f(x) функциясының мәні 3-ке тең екен. С жағдайында x тең 4 нүктесіндегі үзіліс сызығын негіздеңіз деп тұр. X тең 4 нүктесіндегі үзіліс, өйткені бізде fx тең f4 болған кезде, лимит 4-ке ұмтылған кезде f(x) функциясы болу керек. Бізде f4 болған кезде боялған нүктеде бізде функцияның мәні 5-ке тең болып тұр. Лимит x 4-ке ұмтылғандағы шегіндегі мәні функцияның 3-ке тең болып тұр. Демек, функция x тең 4 нүктесінде үздіксіз емес, ол жойылатын үзіліс, өйткені шек бар да, бірақ функцияның мәні басқа болып тұр. Олай болса, x тең 4 жойылатын үзіліс нүктесі. Екінші тапсырмада берілген бізге y тең x квадрат қосылған 1 бөлінген x функциясына x тең x0 тең 2 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз. Бұл есептің шығарылу жолы келесі бетте. Біз жанаманың теңдеуін жазып қояйық. fx0 қосылған f(x0) x минус x0. Бізде берілген функция y тең x квадрат қосылған 1 бөлінген x және x0 нүктеміз 2-ге тең болған кезде жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Жанаманың теңдеуін жазу үшін негізі бізде алгоритміміз бар. Осы алгоритмді қолдана отырып жазамыз. Бірінші, біз fx0-дің мәнін функцияға қойып есептейміз. Сонда fx0 тең 2-ның квадраты қосылған 1 бөлінген 2 тең 2-ның квадраты 4 қосылған 2-ден 1. Бұл жағдайда ортақ бөлімге келтіруді орындаймыз. 4-ке тоқтауыш көбейткіш 2-ден беретін болсақ, бөлшектің бөлімі 2-ке тең, алында 8 қосылған 1. Сонда 2-ден 9 деген бізде бөлшек шықты. Екінші жағдайда біз берілген функцияның туындысын табамыз. f(x). Бұл жағдайда x квадрат қосылған 1 бөлінген x-тан туынды табамыз. Қосындының туындысы болғандықтан біз жеке-жеке туынды табамыз. X квадраттан жеке туынды табатын болсақ 2x-қа тең, және 1 бөлінген x-тан туынды табатын болсақ, бұл жағдайда біз бөлшектің туындысының формуласын қолдана отырып табамыз. Сонда минус 1 бөлінген x квадрат шығады екен. Енді үшінші жағдайда, үшінші қадамда біз осы табылған функцияның табылған туындыдан кейінгі функцияның мәніне x0 нүктесін қойып есептейміз. Сонда f(x0) тең 2 көбейту 2 минус 1 бөлінген 2-ның квадраты тең 4 минус 4-тен 1. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бөлімі 4. 4-ке тоқтауыш көбейтіш 4-тен береміз. 16 минус 1 тең 4-тен 15 деген бөлшек шықты. Төртінші жағдайда біз берілген жанаманың теңдеуін жазамыз.
y тең f(x0)ның орнына 2-ден 9-ды қоямыз. Қосылған f(x0)ның орнына 4-тен 15-ді қоямыз. Жақшаның ішінде x минус 2 тең 2-ден 9 жақшаны ашамыз. Қосылған 4-тен 15 x минус 4-тен 30 болады. 15-те көбейтсек 30 болады. Тең 4-тен 15 x минус 4-тен 30 мен 2-ден 9 бос мүше, сондықтан да олардың ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 4-тен 18 болады. 4-тен 18 минус 4-тен 30 бізге минус 4-тен 12-ні береді. Біз 4-тен 12-ні 4-ке бөлсек 3 шығады. Сонда жауабына біздің жанаманың теңдеуі y-тен 4-тен 15 x минус 3 болады екен. Үшінші тапсырмада келесі функциялардың туындыларын табыңдар деп берілген. Бірінші А жағдайында көбейтіндінің туындысы, екінші Б жағдайында күрделі функцияның туындысы, үшінші С жағдайында берілген функция бөлшектің туындысын қолдана отырып шығарамыз. Есептің шығарылу жолы келесі бетте. А жағдайында берілген есеп бізде функциямыз y-тен 3x квадрат көбейтілген синус x. Көбейтіндінің екі функцияның көбейтіндісі бойынша берілген. Біз енді бұны табу үшін f(x) тең 3x квадрат көбейтілген синус x-тан туындаламыз және көбейтіндінің туындысын қолданамыз. Бірінші 3x квадраттан туындаламыз, көбейтілген синус x, қосылған 3x квадрат жазып қойып, көбейтілген синус x функциясынан туынды табамыз. Сонда 3x-тің квадраты 6x, көбейтілген синус x, қосылған 3x квадраттың өзін жазамда, косинус x-тан туынды табатын болсам, ол косинус x-ті береді. Біздің көбейтіндінің туындысы осылай анықталады екен. Екінші жағдайда, бұл жағдайында y-тең жақшаның ішінде 2x минус 1-дің 5 дәрежесі түрінде берілген функция, бұл бізде күрделі функцияға жатады. Бұдан біз туынды табатын болсақ, f(x) тең 2x қосылған 5 қосылған 2x қосылған 1-дің 5 дәрежесінен жеке туынды аламыз дәрежеден, және функцияның өзінен немесе ішкі функциядан туындаламыз. Сонда 2x қосылған 1-ден де туынды табамыз. Сонда бізде 5 дәреже алдына түседі және дәрежесі 1-ге келмейді. 5 көбейтілген жақшаның ішінде 2x қосылған 1-дің 4 дәрежесі көбейтілген екінші жақшаның ішінен туынды табатын болсақ, 2x қосу 1-ден 2x-те туынды 2 тұрақты көбейткіш, x-ның туындысы 1-ге тең. 1 деген тұрақты сан туындысы 0-ге тең. Сонда көбейтілген 2 болады. 2 мен 5-ті көбейтетін болса 10 тең 10 көбейтілген жақшаның ішінде 2x қосылған 1-дің 4 дәрежесі болып шығады. Үшінші жағдайда бізде бөлшектің функциямыз бөлшек күйінде беріліп тұр. Олай болса, бөлшектің туындысын табу ережесін қолданамыз. f(x) тең жақшаның ішінде 2x бөлінген 1 минус x-тің 3 дәрежесінен туынды табамыз. 2x-тан туынды көбейтілген, бөлшектің алымында 2x-тан туынды көбейтілген 1 минус x-тің 3 дәрежесі минус 2x көбейтілген 1 минус x-тің 3 дәрежесінің туындысы. Бөлімінде 1 минус x-тің 3 дәрежесінің квадраты. 2x-тан туынды табатын болса, алымында бұл жерде 2 шығады, көбейтілген жақшаның ішінде 1 минус x-тің 3 дәрежесі. Минус 2x, енді 1 минус x-тің 3 дәрежесі деген екінші жақшадан туынды табатын болсақ, 1-ні туындысы 0-ге тең, және минус x-тің 3 дәрежесі дегенде дәреже 3 алдына түседі, және 1-ге келмейді. Сонда минус 3x квадрат болады. Бөлімінде 1 минус x-тің 3 дәрежесінің квадраты жазылады. Жақшаны ашу ережесін қолданамыз. Сонда 2-ні жақшаның ішінде 1 минус x-тің 3 дәрежесіне көтеретін болсақ, 2 минус 2-ні 2x-тің 3 дәрежесі. Енді 2x-ті жақшаның ішіндегі минус 3x квадратқа көбейтетін болсам, 2-ні 3-ке көбейтсем 6, алдында минус жақшаның ішінде минус 2 плюс береді, 6x-тің 3 дәрежесі болады. Осы жерде алымын жинақтаймыз, сонда үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қоямыз. 4x-тің 3 дәрежесі қосылған 2 бөлімінде 1 минус x-тің 3 дәрежесінің квадраты болып қалады екен.